Ақбөкеннің тұяғы тасқа қажалып, шаршап шалдығып, ақ отауға жеткенде сүрініп құлады. Адам оны көтеріп үйіне әкелді. Аузына інжір жапырағын берді. Мейірленіп тұмсығынан сипайды. Пайғамбардың аяулы алақаны тиген соң киіктің тұмсығына сымбат бітті. Екі талнауы желбіреп, көзі мөлдіреп шыға келді. Жануарының саусағымен тарағанда денесінен жұпар аңқыды. Тұяғына мүбәрак қолы тигенде қасиет дарыды. Желден желгір болды. Мүйізіне